жаттығуларды үнемі қайталап жасап тұратын болсаңыз сақаулығыңыздан арыласыз міндетті түрде. Ассалаумағалейкум. Бүгін бір видео салайын деп видео түсірсем, аузым икемге келмейді. Беттерім тырысып, ауыздарым құрысып, тілім күрмеліп қалып жатыр да. Сол кезде баяғы өткен сабақтарым есіме түсті. Яғни қандай сабақтар? Мен өзім жүрген өнер академиясын актерский факультетін қызыл дипломмен тәмамдағанмын. Есімім Жүсіпбек Әбілхайыр. Сол өткен сабақтарымнан сіздермен бөлісейін, және де мынау диктор ораторлардың, сөзді әдемі сөйлейтіндердің, сөзді әдемі қатесіз айтатындардың құпиясымен бөлісе кетейін деп шештім. Яғни сіз кідірмей, мүдірмей сөйлеу үшін, сөзіңіз анық, соңғы әрпіңізге дейін жеткілікті тыңдарманның құлағына жететіндей болу үшін, сіз мына жаттығуларды күніге жасап тұрғаныңыз абзал. Егер де сіз экранның алдында видео түсіремін немесе көпшіліктің алдына шығып сөйлеймін дейтін болсаңыз, ол қандай жаттығулар? Олар біріншіден денемізді қыздырып алғанымыз дұрыс. Одан кейін бет әлпеттерімізді де қыздырып алғанымыз дұрыс. Мысалға, бүйтіп беттің терінің барлығын оятып алған дұрыс. Міне, массаж дейді міне. Беттің, терінің, қастың, кірпіктің, мимикалардың барлығы біз сөйлеген кезде бізге қосымша құралдар, сөзді жеткізудің қосымша құралдары, мимикасы жақсы екен деп жатамыз ғой. Сондықтан мына ұйықтап жатқан беттерді ояту керек міне. Енді ауыз жаттығуларына келетін болсақ, бүгін сіздерге мен 5 жаттығуды айтайын. Маған бірінші болып есіме түскен 5 жаттығу. Олардың бірінші, сіз тіліңізді шайнаңыз. Қалай? Ең оңай тілді шайнау деген мысалға. Оңға, солға. Тіліңізді 1 минутта шайнаңыз. Кем дегенде. Тіліңізді шайнап болдыңыз, ол бірінші жаттығу. Екінші жаттығу, ол укол деп аталады. Қалай? Тіліңізді оңға, солға 10 рет. 2, 3, 4, 5, барынша қатты тіліңізбенен бетіңізді итересіз. Бұның ұят күлкілі ештеңесі жоқ. Сіз айнаға қарап тұрып жасауыңыз керек. Екінші жаттығу кетті ме? 10 рет оңға, 10 рет солға. Тоқтамай жасау керек. Үшінші жаттығуымыз, ол тілімізді айналдырамыз. Оңға 10 рет, солға 10 рет. Желкеңіз қызып кетеді, қатып қалады желкеңіз. Тура осылай істесеңіз, өзіңіз нәтижесін көретін болсыз. Үшінші жаттығу кетті ме? Үшінші жаттығу кетті. Енді төртінші жаттығу, барынша аузыңызды ашасыз. Қайтып жабасыз. Ашасыз, қайтып жабасыз. Ашасыз, қайтып жабасыз. Төртінші жаттығу, аузыңызды ашып, тіліңізді шығарасыз. Мына жеріне тигізсеңіз болады тіліңізді. Тіліңізді қайырып. Осылай 10 рет қайталайсыз. Бесінші жаттығу. 4 болды ма? 5 болды ма? Тағы бір жаттығу көрсетейін. Ол мынау өздеріңіздің оң қолдарыңыз, жұдырықтарыңызды жұмып тұрып, ауыздарыңызға сыйғанша кіргізіп тұрып сөйлейсіздер. Бақа балпақ, басым неге жалпақ. Темір тостақ көп киіп, басым содан жалпақ. Осылай 10 рет айтасыздар тақпақты. Бақа балпақ, басым содан жалпақ. Мына қолдарыңызды сыйғызғандарыңыз абзал. Менің бұны студент кезімде сыйып кететін, қазір қиындап қапты. Одан бері біраз уақыт өтіп кетті. Осылай істейтін болсаңыз, сіз кідірмей, мүдірмей сөйлейтін боласыз. Оны өзіңіз сразу байқайсыз. Лезде дейікші, сразу байқайтын боласыз. И одан кідірмей сөйлейтін боласыз. Жаңылтпаштар жаттап алыңыз. Жер асты үңгірлері деп тосым үңгірледі, ол мүңгірлегенде үңгірлер деп үңгірледі. Айтпақшы, еріндіке де бар. Қалған жаттығуларды келесі видеода көрсететін боламын. Яғни дұрыс сөйлеуді жеңілдететін кейбіреулер сақауларын сөйлейді. Осы жаттығулар үнемі жасап тұратын болсаңыз, сақаулар өздерінің сақаулықтарынан арылады. Өйткені сақау деген нәрсе ол кететін нәрсе, ол бір ауру емес, ол кетеді ол.